Шаршағаным сонша, ішіп алған адам секілді ұйықтадым. Бұл проектіні қайта қолға алуым керек деген ой көптен бері миымда жүрген еді. 3 баламен үйде отырсам да, кішісі 9 айлық болса да, тәуекел етіп бірінші съемканы түсірдім. Менің бірінші съемкадан келген күні қалай ұйықтағанымды білсеңіз. Съемкадан келгесін мені демалсын деп, жолдасым 3 баланы далаға ойнатуға алып кеткен еді. Ұйқыдан оянғанда айналамда не болып жатырғанын түсіне алмай, есімді жия алмай біраз отырдым. Қашаннан бері бұлай ес білмей ұйықтағаным есімде де жоқ. Шаршағаным сонша, ес білместен ішіп алған адам секілді ұйықтаппын. Сөйтіп бірінші шығарылым шықты. Менің моральны шаршағаным әлі басылмай жатыр. Себебі титрдан байқаған болсаңыздар, осы проектінің барлық шаруасы өз мойнымда тұр. Өзім сценарий жазамын, өзім қонақ таңдап онымен кездесіп съемкаға келісемін. Өзім съемка орнын, яғни локация таңдап, жарықтың қойылуын, дауыстың жазылуын қадағалап видеоға түсіремін. Съемка біткен соң бірнеше күн бойы өзім монтаждаймын. Өзім YouTube каналға жүктеймін. Өзім образ таңдап, барлық идеяны өзім жүзеге асырамын. Аталған осы еңбектің бәрі көрермендерге білінбейді. Дегенмен әр шығарылым артында осындай үлкен еңбек тұрады. Телеарнадағы бағдарламаларда бұл жұмыстардың әрқайсысын бір бөлек адам дайындап, бір қызметі бір адам мойнына алады. Ал менің проектімде барлығы менің мойнымда. Ойлаңызшы, енді алдағы уақытта тағы да келесі шығарылым үшін үлкен еңбек, біраз уақыт, шыдам мен төзімділік керек, және көрермендердің қолдауы ауадай қажет. Бір проектінің артында осынша еңбек барын білдіңіз ба? Ал сіз мұндай еңбекті қалай бағалайсыз?